Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгін мен өзімнің 11 сыныпта қазақ әдебиеті пәнінен өткізген ашық сабағыма шолу жасай отырып сабақты талдау жұмысын жүргіземін. Ашық сабақтың тақырыбы ғасырлық туынды. 3-ші бөлім Абай жолы роман эпопеясының қайтқанда тарауы. Сабақтың оқу мақсаты, яғни қайтқанда тақырыбын жан-жақты түсіне отырып, әдеби шығармаға сюжеттік, композициялық талдау жасау арқылы жанрлық ерекшелігін түсіну және оны шығармадағы авторлық идеяның өмір шындығымен байланысын анықтау болды. Сабақты жоспарлаған кезде мен сын тұрғысынан ойлау технологиясын қолдандым. Оқушылардың тақырыптың мазмұнын толық түсініп және әрбір сюжетіне терең үңіліп талдау жүргізуіне баса назар аудардым. Сабақтың бастапқы кезеңінде оқушылардың қызығушылығын ояту үшін мен жақсы тілек жан азығы деп аталатын өзімнің авторлық әдісімді қолдандым. Яғни оқушылар бір-біріне жақсы тілектер арнау керек және ол тек Абай жолына қатысты және оның кейіпкерлеріне қатысты болу керек. Бұл әдісті оқушылар өте қызығушылықпен қабылдады және бір-біріне тек Абай жолы шығармасына байланысты тілектерін арнады. Сабақтың кіріспесінде, яғни жаңа материалды ұсыну уақытында мен Абай жолы шығармасының құндылығын, сонымен қатар әлемдік деңгейдегі жазушылардың Абай жолы туралы қандай баға бергенін айтып өттім. Абай жолының бірінші кітабындағы тарауларды атай отырып, мен оқушыларға жаңа тақырыпты түсіну үшін Массагет ақпараттық танымдық порталынан қайтқанда бөлімі бойынша шағын видеоролик ұсындым. Мағынаны тану кезеңі үшін оқушылар қайтқанда бөлімінің мазмұнын айта отырып, әр оқиғаға қысқаша шолу жасап өтті. Әр сабақта оқушылардың тақырыптағы мәселелерге сыни көзқарасын қалыптастырып, оларды ашық, еркін сөйлеуге баулу тіл мамандарының міндеті деп ойлаймын. Сол бағытта оқушылар әдеби шығарманың сюжеттік, композициялық құрылымын анықтап, оқу мақсатына сай талдау жұмыстарын жүргізді. Сын тұрғысынан ойлау сабақ барысында ең басты тұлға оқушы екенін көрсетеді. Сондықтан топпен жұмыс жасау кезінде оқушылардың ойын, еркін сөйлеуін, бір-бірін тыңдай білуге және өзара бір-бірінің пікіріне құрметпен қарай білуге бағыттадым. Оқушылар кейіпкерлер сөйледі әдісі бойынша тапсырмаға белсенді қатысып, кейіпкерлерге мінездеме беруде, кейіпкерлер қатысқан оқиғаларды ажыратуда топпен белсенділік көрсете білді. Сабақты қорытындылауға арналған свод талдау тапсырмасында әр оқушының жеке ерекшелігі, тақырыпты меңгеруі, сыни баға бере алғандығы осы әдісті тиімді қолданғанымды көрсетті. Оқушылардың Абайдың Қарашоқы оқиғасынан психологиялық соққы алғанын және сол кезеңнен әншілердің өлең жырлары арқылы жазылғанын, Құнанбайдың Абайды оқудан қайтып келе жатқанда Жұмабай мен Байтасқа сеніп тапсырғанда, бірақ та олардың Абайдан қорқып қашпақ болуы дұрыс емес, батылдық таныта алмады, ситуациядан шығу үшін шешім қабылдай алмай қалды деп сыни баға беруі, Қодар мен Қамқа оқиғасын шешу жиынында Құнанбай шешіміне белді рубасылардың өзі қарсы шыға алмай шарасыздық танытты деп пікір айтқандары, олардың оқығандарын түсініп, жақсы мен жаманды ажыратып, өмірде қолдана алатындығы авторлық идеяны өмір шындығымен байланыстыру деген оқу мақсатыма жеткендігімді байқатты. Сабақты бекіту үшін Kahoot платформасын қолдандым. Қолданған сұрақтар бүгінгі тақырыпқа байланысты қойылды. Оқушылар белсенділік танытты, өте қызығушылықпен орындады. Бүгінгі сабаққа қойылған мақсаттарыма толығымен жеттім деп ойлаймын.